Сәлем достар, сіздерменен Наргиз. Бүгін мен сіздерге қызыл марал, яғни красный бархат тортының рецептісіменен бөлісемін. Қажетті құрамдар: ұн 330 грамм, қант 300 грамм, бөлме температурасындағы сары май 150 грамм, өсімдік майы 150 грамм, сүт немесе айран 270 грамм, 3 дана жұмыртқа, какао 1 ас қасық, қопсытқыш 1 шай қасық, сода 1 шай қасық, тұз 1 шай қасық, және де бояғыш 2 шай қасық, яғни жидкий краситель керек болады сіздерге. Ыдысымызға ұнымызды саламыз. Оның үстіне қопсытқыш қосамыз. Содан кейін тұз қосамыз, сода қосамыз, және де какао қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Басқа ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Оның үстіне қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Яғни миксерлейміз. Ванилин қосамыз. Тағы да миксерлейміз жақсылап. Содан кейін 3 жұмыртқаны бір-біртіндеп сары майға қосамыз. Өсімдік майын қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Сүтімізге бояғышымызды қосамыз. Араластырамыз. Жұмыртқа қоспасына кішкенеден ұн қосамыз. ұн қоспасын қосамыз. Оның үстіне краситель қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. «20 сантиметрлік формамызға 3 ас қасық қамырымызды саламыз. 200 градуста 20-25 минутте пісіріп аламыз. Салқын 33% кілегейді ыдысқа құямыз. Көпіргенше араластырамыз. Содан кейін 150 грамм қант ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 300 граммдай творожный сыр қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Коржды суытамыз. Коржымызды ыдысымызға саламыз, және де кремменен әсемдейміз. Тортымызды тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін кесіп жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.